Сәлеметсіңдер ме достар, бүгінгі сабағымызда осындай кішкентай ғана нәрестеге арналған пинетка тоқитын боламыз. Бізімізге 30 ілмек аламыз, ол 30 ілмек 30 қатар қылып, бір оң, бір теріс қылып тоқып шығамыз. Енді достар, нәскидің оң жағы болғандықтан маркерді бер жақ оң жақты білдіртіп отыратын маркер қадап шықтым, және екінші маркерді 30 ілмекті 10-10-нан 3-ке бөліп шығып, әрқайсының ортасынан адаспайтындай маркерларды қадап шықтым. Енді 10 қатарды бір оң бір теріс жасамаймыз, біреуін іліп аламыз, ары қарай 10-ын оң қылып тоқып шығамыз. Міне қарап отырсыздар видеодағыдай. 10-ын оң қылып тоқып шығамыз. Маркерға дейін. Енді маркерға жеттік. Енді осы 10 ілмекке біз тиіспейміз, оны тросқа жіберіп қоямыздағы. Енді екі маркердің ортасындағы 10 жолды ар жақ, бер жағында тек қана, міне көрсетіп жатырмын, тек қана оңмен тоқитын боламыз. Сонда бұл мына пинетканың мына алды болады. Ол 9 жолақты көрсететін алды болады. Міне достар, екі маркердің ортасындағы 10 ілмекті тек қана оң тоқып шықтық. Санасаңыздар, міне 9 қатар шықты. Енді осы жерден қайшымен кесіп тастаймыз. Жіпіміз кесіп тастаймыз. Енді троста тұрған жіпті, ілмекті бізге қарай жақындатамыздағы. Енді бірінші маркермен сол жақта тұрған біздің ортасындағы қатардан біз 9 ілмекті жинайтын боламыз. Міне көрсетіп отырмын сіздерге. Міне алатын жерден, осы жерлерден сіздер 9 ілмекті іліп алу керексіздер. Мына маркерді біз алып тастаймыз, бізге жұмыс істеуге кедергі келтіреді. Дәл сол жерден біз бірінші ілмегімізді іліп аламыз. Міне бірінші ілмек. Енді жіптің шеті нәскидің ішінде кедергі болмас үшін мен оны қолыма біріктіріп алам жұмыс істейтін жіппен бірге. Сол жерден мен кейіннен оны жақынырақ қып қиып алып тастайтын боламын. Екінші ілмекті алайын деп жатырмын. Міне біріктірдім де екінші ілмекті алдым.
Міне 9 ілмекті алып болдық. Енді тросымызға қарай бізді жақындатамыз, жіптерімізді алға қарай жылжытамыз, ілмектерімізді. Енді қалған ілмектерімізді барлығын оң тоқып шығатын боламыз. Енді достар, келесі носкидің екі шеті мына көрсетіп атқандай бізге 4 қатар тоқуымыз керек. Біз 4-еуі де оң ғана тоқылады. Енді келесі маркерға дейінгі жерден біз бағанадан бері тоқымай қалдырып кетірген ілмектерден теріп, тағы да 9 ілмек жинаймыз. Міне ең соңғы ілмекті алып жатырмын. Сонымен бізімізде 9 ілмек шықты. Ары қарай барлығы оң тоқылатын болады. Достар, енді біздің барлығы оң жағы да, носкидің іш жағы да, сырт жағы да барлығы ілмектеріміз тек қана оңмен тоқылады. Міне жұмысымыз ауысты. Екінші қатарда да осылай оң тоқимыз. Міне көрсеткендей дайын нәскиде 4 осындай жол шығу керек. Ар жағы да және бергі жағы да оң тоқылатын болады. Міне достар, 4 қатар біздің пенетканың аяғы шығып келе жатыр. Міне 4 қатар шықты. Енді қазір 4 ілмекті санаймыздағы. Осы 4 ілмектен кейін маркермен белгілеп қоямыз. Бұл біздің нәскидің өкшесі болып келеді. Қазір өкшесіне келетін болдық. Және сол жақ біздегі де жұмыстан ең шетіндегі 4 ілмектен кейін де маркерді тігіп белгілеп қоямыз.
Жолымыз барлығы оң тоқылады. Ортадағы оңға дейін, яғни міне бұл біздің табанымыз шығады. Осы табанды қазір тоқитын боламыз. Табанына келдік. Ортадағы онға дейін, 10 ілмекке дейін барлығын оң тоқып, ортасына жетеміз. Міне ортасындағы 10 ілмекке келдік. Міне 10 тал болды. Енді соңғы 10-шы мен оң қолдағы және сол қолдағы 2 ілмекті біріктіріп теріс тоқитын боламыз. Себебі біз нәскидің сыртында тұрмыз. Сыртында тоқысақ бізде теріс тоқылады, іш жағында оң тоқылады. Қазір оны да көретін боласыздар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді 10-шы ілмекті келесі қатардағы мына тұрыста жатқан ілмектермен біріктіреміз да, оны біріктіріп 2 ілмекті екеуінде біз теріс тоқитын боламыз. Себебі нәскидің бұл сырт жағы. Қысқартудың мынау екінші қатары. Біз бірінші жіпті іліп аламыз, қалған 10 жіпті оңынан тоқитын боламыз. Біз жіптің, яғни пинетканың іш жағын тоқып отырмыз. Соңғы жолға келген кезде 10-шы ілмекті, мына біріккен ілмек міне көрініп тұр, біз оны оң тоқитын боламыз. Іш жағына келген кезде оң тоқимыз, себебіне әдемі косичка болып шығады, міне көрініп тұрсыздар. Жұмысымызды ауыстырамыз, енді сырт жағын тоқимыз. Бірінші жол жаңағы тоқылып кетті, оны біз іліп аламыз. Қалған ілмектердің барлығын оң тоқимыз. Енді қатардың соңғы біріктірген ілмекке келдік. Бұл жұмыстың сырты болғандықтан оны теріс тоқимыз. Іш жағында ол да әдемі косичка болып көрінеді. Қазір көресіздер онда. Іш жағында қысқартылған жұмыстар әдемі өрнек косичка болып тұрады, сырт жағынан олар көрінбейді. Сонда пинетка сырт көзге әдемі болып көрінеді. Ал қыздар енді маркерге дейін дәл осылай 10 жіп қалады дағы, оң жақтағы және сол жақтағы біздердегі әрбір ілмекті өстіп қысқартып отырамыз. Міне қыздар, осылай міне маркерге дейін табанын тоқып шықтық. Бізде маркерге дейінгі жіптер қалды. Енді қазір біз пинетканың ең соңғы өкшесіне келеміз. Бұл жерде міне соңғы қаттардағы жіпті тоқисыздар. Енді маркердің жанындағы 4 жіп қой, соның біреусін аластардағы оң қолыңыздағы тоқып қойған 2 ілмекті жіберіп, бірден 3 ілмекті оңынан тоқып аласыздар. Дәл осылай. Енді жұмыс қайтадан ауысады. Ілмек
үшеуі қалды бізде. Енді келесі екінші қатарымызды дәл солай маркерге дейін тоқып шығамыз. Оң қылып маркердің жанына жетеміз, соңына дейін тоқып, маркердің жанына жеткеннен кейінгі тоқып қойған екі ілмекті сол жақ ілмекке жібереміз де бірден 3 ілмекті біріктіріп тоқимыз. Маркердегі ілмектеріміз азаяды. Екі жақтан да, сол жақтағы бізде де және оң жақтағы бізде де жұмыстар жасалынып, 3-3 бірігеді. Ең соңында, қазір көресіздер, ең соңында 4 ілмек қалғанда міне маркермен бірге бізде ең соңынан бірден соңғы 3 жіп қалса үшеуін 4 жіп, міне 4 жіп қалды. 4 жіпті бірден біріктіріп бітетін боламыз. Ең соңғында бізде үшеу емес 4-еу қалады ілмек. Осы 4-еуін бірден біріктіреміз да соңғы бір ілмекті шығарып аламыз. Міне біз пинетканың соңғы жұмысын аяқтадық. Артық маркерлерді алып тастаймыз. Енді біз ең шетін тігетін боламыз. Қажетті ұзындықта біз жіптерді қалдырамыз, қайшымен қиып алып тастаймыз. Одан кейін бізге ине қажет болады. Тесігі, иненің көзі үлкен, яғни тесігінен жіп өтетіндей. Мына жіпті ішінен алмастырып өткізіп аламыз. Біз жұмысты бекітіп жатырмыз. Енді осы ұзын жібімізге инені сабақтап өкшенің сол жіп тұрған жерде мына 4 қатар көрініп тұр ғой қыздар. Осы 4 қатардың тура соның бойынан жіпті созамыз, бір ілмекті созып аламыз да дәл содан өткізіп, екі жағынан да дәл қатардың бойынан көрініп тұрғандай өрнек, оң тоқылған өрнектің қатарынан сол қатардан біріктіріп, әрбір жолды қалдырмай тоқып аламыз. Өте әдемі, ең соңында өздеріңізге көрінікті болады. Әрбір қатар бір-бірімен жанасады да шов көрінбей кетеді.
Енді резинаға келдік. Осы резинаның бойында бағанадан бері іліп алған міне ілмектер бар ғой, көрсетіп жатырмын видеодағыдай. Осы ілмектің үстінен прям арасынан жіпті өткізіп, міне көрсетіп отқандай видеодағыдай алып, инемен осы жерден іліп алып тігетін боламыз. Міне қыздар, ең соңғы жұмыстың әрекетіне келдік. Жұмысымызды бекітіп жатырмыз, жіп сөгіліп кетпейтіндей. Ең соңғы ілмектің арасынан инені өткізіп алсаңыздар, жіп сөгілмейді. Артық көлемдегі жіпті міне кесіп алып тастайсыздар. Алдын ала кеспес бұрын арасынан өткізіп, содан кейін кессеңіздер де болады. Мен асықтым. Осы жерден міне ілмек бізімді алдым да, жұмысты артық жібін киген кезде кедергі келтірмейтіндей міне ілмек бізімді алдым. Осы жіптерді ілмектердің арасына жасырып қойдым. Міне біздің пинеткамыз дайын болды. Сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Осындай пинетка тоқып үйренсеңіздер болады. Сау болыңыздар.